Қымбатты ханымдар, аяулы арулар, ең алдымен баршаңызды осы шуақты мерекемен шын жүректен құттықтаймын. 8 наурыз көктем мерекесі. Бұл сұлулықтың, мейірімнің символына айналған мереке. Біз ер азамат болып, сіздерді жоғары бағалаймыз, құрметтейміз және жақсы көреміз. Нәзік жандарға деген біздің ықыласымыз, ілтипатымыз әрдайым ерекше. Жалпы, әйелді құрметтей білген қоғамды мәдениетті, өркениетті қоғам деуге болады. Дана халқымыз қашанда анасын ардақтап, аруларын сыйлай білген. Қыздарын қадірлеп, төріне шығарған. Бұл ежелден қанымызға сіңген асыл қасиет. Соның арқасында қазақ қыздары дархан даламызда емін еркін өскенін білесіздер. Тұмар ханым, Бопай ханым, Айғаным сынды арулар ер азаматтармен бірдей ел ісіне араласқан. Домалақ ана, Зере және Ұлпан аналарымыз даналығымен ұрпаққа үлгі болған. Әлия, Мәншүк, Хиуаз секілді батыр қыздардың есімі ел жадында. Күләш Байсейітова, Шара Жиенқұлова, Сабира Майқанова, Роза Бағланова, Бекен Римова, Ғазиза Жұбанова, Бибигүл Төлегенова және басқа да бір туар өнер иелері қашанда халқымыздың есінде болатыны сөзсіз. Бүгінде сіздер осы әйгілі тұлғаларымыздың жолын жалғап келесіздер. Елдіктің жүгін ер азаматтармен қатар көтеріп, адал еңбек етіп жүрсіздер. Мемлекет сіздердің кез келген бастамаларыңызды әрдайым қолдайды. Менің бастамаммен өкілді билік саласында сіздерге арнайы квота бөлінді. Қазіргі таңда парламент пен маслихаттардағы әйелдердің үлесі артты. Бұл жұмыс жалғаса береді. Қыз келіншектер отанымызды дамытуға елеулі үлес қосып жатыр. Өз кәсібін дөңгелетіп жүрген белсенді әйелдеріміз аз емес. Сондай-ақ өндірісте, ғылымда және спортта табысқа жеткен аруларымыз көп. Қазақстандағы ұстаздардың басым көпшілігі әйелдер. Сіздер жас ұрпақты отаншылдыққа, білімпаздыққа, еңбекқорлыққа баулып жүрсіздер. Ұлт саулығын жақсартуға зор еңбек сіңіріп келесіздер. Қазақстанның көркеюіне елеулі үлес қосып жүрген осындай жандар зор құрметке лайық. Бұл керемет үрдіс. Сондықтан мен бүгін баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Мереке қарсаңында біз тағы бір маңызды межеге жеттік. Биыл президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның құрылғанына 25 жыл толды. Осыған орай мен комиссия қызметіне атсалысқан барша азаматтарға алғыс айтамын. Дорогие женщины, в эти праздничные дни мы стараемся окружить вас вниманием и заботой, высказать вам теплые слова и пожелания. Во все времена женщина олицетворяла собой красоту и гармонию, уют домашнего очага и безграничную любовь материнского сердца. И сегодня вы вносите бесценный вклад в продвижение семейных ценностей, сохранение традиций и культуры нашего народа. При этом вы успешно реализуете себя в профессиональной, творческой и общественной деятельности. Ваша созидательная энергия является движущей силой многих положительных перемен в нашей стране. В последние годы мы существенно продвинулись в достижении гендерного равенства. Казахстан выполняет все свои международные обязательства в этой сфере. Защита прав и расширение возможностей женщин всегда будет в числе ключевых приоритетов государства. Ведь счастье и благополучие прекрасной половины общества – это один из ярких показателей устойчивого прогресса страны. Қадірлі қауым, анаға қамқорлық, түптеп келгенде ұлтқа қамқорлық деген сөз. Шаңырақтың шырағы да, ұлттың ұйытқысы да өздеріңіз. Сіздер әр отбасының ырыс берекесін арттырып,
келешек ұрпаққа өнегелі тәрбие беріп отырсыздар. Бұл еліміздің ертеңі үшін аса маңызды, тіпті қасиетті миссия. Бұл шын мәнінде үлкен ерлік. Аналары уайымсыз, балалары алаңсыз елдің болашағы жарқын болады. Мемлекет ана мен баланы қорғау мәселесін әрдайым назарда ұстайды. Көктем мерекесі елімізге құтты берекелі болсын. Сіздерге зор денсаулық, бақыт тілеймін.